Сіз қандай жүргізушісіз? Көлік айдайтындардың да мінезі бар. Өмірде біреуді танимын дегенмен, ол көлік тізгініне отырғанда танымай қалуыңыз әбден мүмкін. Бұрын мұндайды байқап бедіңіз, өйткені әркімнің көлікке қатысты талғамы әртүрлі. Армандағы көлікке отырғанда бойына қанат біткендей боп, өзгеше күй кешетіндіктен мінез құлқы, іс-әрекеті де аздап өзгеріске ұшырайды екен. Ендеше бірге білсек мұның құпиясын. Тоқта, олардың көлігіне абайлап отыру керек. Себебі бұл белгілері көлік рөлін эмоция, адреналин шығаратын орын санайды. Еркіндікті, күш-қуатты сезіну үшін жоғары жылдамдыққа жиі жол береді. Әйткенмен көлік салонының тазалығына, жайлылығына сөз жоқ. Торпақ өте кірпияз адам, сондықтан көпшілікпен бірге қоғамдық көлікпен қатынауды жаратпайды. Жеке көлікке қол жеткізе барынша құпты, мұқият айдайды. Алайда анда-санда стоп қалатын қырсықтығы бар. Сондайда жол ережесін бұзып қауіп-қатерге бас тігетіні бар. Егіздер. Егіздердің ішкі энергиясы ауа, жел, құйын, тіпті кейде дауыл. Көлікті де осы энергиясының деңгейіне қарай жүргізеді. Кейде самал желде жаймен еседі, кейде құйындатып дауылдатады. Bir жақсы қатты жылдамдықпен жүргенде айыппұл төлегені болмаса, жол қозғалысына кедергі келтіре қоймайтын шебер жүргізуші. Шаян жол үстінде өте құпты, межелі жерге асықпай жететін жүргізуші. Алайда кез келген болмашыға тез ашуланып кететін қасиеті бар. Қатты ашу қысқанда айналасындағы көлік иелеріне, жаяу жүргізушілеріне айқайлаумен болады. Сөйте тұра, өз көлігіндегі жолаушылардың жағдайын, қауіпсіздігін ойлауды ұмытпай, барынша жайлы, жұмсақ, ережеге сай жүргізеді. Арыстан іші былай тұрсын, сырты да айнадай тап-таза, ұқыпты, бұзылып, сынып тұрған бір жері байқалмайды. Бұл арыстандардың көлігі. Жаңа маркалы қымбаты болсын, жылдар бойы мініліп, ескіргені болсын бәрібір. Арыстан қандай болса да өз көлігін мұнтаздай таза ұстайды. Жол ережесін беске біледі, бұзбауға барынша тырысады. Жолаушыларының қауіпсіздігі үшін өзінің эмоционалды қалпының маңызды екенін де жақсы түсінеді. Бекеш. Белгілер үшін көлік басқарудың маңызы ел басқарудан кем түспейді. Жүргізушінің мойнында үлкен жауапкершілік барын жете түсінеді. Сондықтан да жол ережесін үтір нүктесіне дейін жаттап, өзгелерге дейін үйретіп жүреді. Қауіпсіздік белдігін тағуды, дәрі қобдишасы қамтылған, қосалқы дөңгелек бар, құжаттарда түп-түгел. Онымен жолға шықсаңыз, ештеңені уайымдамауға болады. Себебі бұл бекештер. Таразы. Жалпы өмірде олар салмақты, ұстамды жандар, алайда көлік рөлінде арман қиял жетегіне ерік беріп кетеді. Сондықтан ойы шашыраңқы, назарын бір нәрсеге шоғырландыру қиын болуы мүмкін. Салдарынан жол көлік оқиғасына жиі ұшырап жатады. Саршаян соңғы үлгідегі қымбат көлік айдағанды жақсы көреді. Ұнатқанына қол жеткізу үшін барын салады. Армандап жүріп, үлкен еңбекпен алған автосын балаша мәпелегені былай тұрсын, жүрген жерінде аузынан тастамай айтып, мақтанып жүреді. Сондықтан Саршаянның көлігіне отырар болсаңыз, жол бойы өзі мен көлігі жайлы одасын тыңдауға дайын болғайсыз. Мерген көлікпен ұзақ сапарға шыққанды жақсы көреді. Бір жаманы ұзақ жолдан шыпсады. Одан жаманы зеріккенде жол үстінде телефон қарып кету әбден мүмкін. Сондықтан көлік жүргізушіңіз мерген болса, қызықты әңгімеңізден айта отырыңыз. Тәуешкі өмірде есепке мықты, іскер, шешім қабылдауға шебер белгілері көлік рөліне отырғанда осы қасиеттерінің біразын таппай қалады. Өз-өзінен абыржып, жолдан адасып, қажет жерден бұрылмай, кейде бағдаршамға тоқтауды ұмытып, жол ережесін жиі бұзады. Су қойғыш көлік тізгінінде байсалды, есебі мықты жүргізуші бола алады. Өзгелермен жарысып, не жолға таласып тәуекелге бас тікпейді. Жол көлік оқиғаларының көбі жүргізушінің айналасына дұрыс назар аудармағандығынан болып жатады. Сондықтан өз рөлде отырғанда өте сақ, бар зейіні жол қозғалысында. Балықтар, олар аса сенімді жүргізуші емес. Оған зейінін бір нәрсеге шоғырландыра алмауы айыпты. Осынысын білгеннен болар. Көпшілігі көлікті өте баяу айдайды. Белгілеріне жол қозғалысына, көлікті басқаруға бойын үйрету үшін біраз уақыт қажет. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.